Ассалаумағалейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақ контентін қолдап, комментарий жазып, тіркеліп, лайк басып, WhatsApp желіден таратып, қолдап кетіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай крокодил узоры, крокодильный чешуя деп айтады. Орысша, қазақша қолтырауын узорын тоқып үйрететін боламын. Бұл узорды барлық дүниелерге қолдануға болады. Мысалы, орамал, шәл сияқты тағы да басқа дүниелерге қолдануға болады. Тоқылу жолын үйренгіңіз келсе, менімен бірге видеоның соңына дейін көріп шығыңыздар. Бізге керекті құралдар: бұл номері 3-ші крючок, және ярнард джинс жібі, 50 грамды 160 метр. Мына крючок қолдануға болады 3,5, және спицы 3,5 қолдануға болады. Турецкий жіп. 55% құрамында мақта бар, және полиакрил бар 45%. Жіптің түсі 62. Енді біздің узорымыз негізі керек 6 петля және 4 петля воздушный петля теріп аламыз. Барлығы 46 петля теріп аламыз. Ең алдымен крючокты жіптің бер жағынан ілікшімізді бетіп бұрап аламыз да, 1 петля теріп аламыз. Оны тартып тастаймыз. Тереміз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дәл осылай 46 петля теріп алыңыздар. Қыздар, 46 петля теріп алдық. Енді бізге 7-ші воздушный петляға накидпен тоқымыз керек. Накид іліп алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-ші көзге келген кезде осы жерден ілеміз, жібімізді тартамыз. Міне бізде 3 петля пайда болады. Бірінші екеуін өткіземіз, және соңғы екеуін өткіземіз. 1 воздушный петля, және осы жерден тағы да петлясы накидтім аламыз ғой. Міне. Накидпен аламыз. Енді тағы 1 воздушный петля. Мына жерден санаймыз, 2 көзді өткіземіз, 3-ші көзге тағы да петлясы накидтім аламыз. Петля накидпен аламыз. 1, 2, 3-ші көзге. Осылай аламыз. Тағы да 1 петля аламыз, воздушный петля. Накид іліп аламыз. Санаймыз тағы да 1, 2, 3-ші көзге. Накидпен тоқып аламыз. Тағы 1 воздушный петля. Осы көзге тағы да 1 накидпен тоқып аламыз. Бұл бізде V-образный болып келеді. Мені қараңыздар. Мына воздушный петлямыз біздің 1 столбикті қызметін атқарады қазір бізге. Мінекей тағы 1 воздушный петля, накид іліп аламыз. 1, 2. Осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мені қараңыздар. Осылай тоқып шығамыз. Енді біздер накид іліп аламыз. V-образнойдың бір V-образнойдан бір воздушный, жаңағы 1 столбик с накидім бар ғой, содан бұлай 5 столбик накидім тоқимыз. Мынаны бұлай ұстап алсаңыздар болады, бұлайнан бүйтіп. 1 столбик с накидім. 2 столбик с накидім. 3 столбик с накидім. 4 столбик с накидім. Және мені 5. Егер сіздердікі мынандай тығыз болмай жатса, басқа жұқалау жіппен тоқып жатсаңыздар, 6 немесе 7 рет істеуге болады. 1 воздушный петля тереміз қайтадан. Мынау V-образный столбиктарымыз бар еді, соның екінші жағынан дәл солай тағы да 5 столбик с накидім тоқып шығасыздар.
мына 1 2 3 4 5. Енді жұмысымызды бұрамыз былайынан. Мына жерде тұрған бір столбик с накидым бар ғой. Соның мына бастапқы бірінші көзінен осылай воздушный петля теріп аласыздар. Қайтадан жұмысымызды бұрамыз. Мына қараңыздар, осындай крокодилдің жаңағы нелері шығады. Терісі шығады. Чешуя крокодила деп айтады ғой. Сондай емес шығады. Қазір тағы да шамалы толыққан кезде көрінетін болады. 2 1 2 3 4 5. Бір воздушный петля тереміз. Жұмысымызды тағы да бұрамыз былай. Тағы да V-образный екінші столбик с накидынан теріп жатырмыз. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 4 5. Жұмысымызды бұрамыз былайынан. Мына жердегі воздушный петлядан өткіземіз. Осылай тоқып шығыңыздар соңына дейін. Мына біз ең соңына келдік. Санайсыздар 1 2. Осы жерден осылай тоқып жүресіздер. Қараңыздар, біз бірінші қатарды біттік жаңа ғана. Мына қараңыздар, біздегі бірінші қатарымыз болды. Енді осындай ракушкаларымыздың екінші қатарын бастаймыз. Ол үшін мына 4 петля теріп аламыз. 1 2 3 4. Осы жерге тағы да бір столбик с накидым тоқимыз. Камерада болғасы маған кішкене қиынырақ, камерамен тоқып отқасын. Мына V-образный. Біз мына жерде 7 ракушки тоқып шықтық қой. Енді екінші қатарда біз 8 ракушки тоқып шығамыз. Мына воздушный петля. Мына жерге бір столбик с накидым тоқимыз. Соединительный ортасындағы ракушкаларымызды жалғап тұратын. Тағы бір воздушный петля. Мына екі ракушканың ортасындағы неден өткізіп алып V-образный біздің ракушкамызды тоқитын V-образный столбиктарымызды тоқып шығамыз. Міне. Осылай тоқи бересіздер. Мына қараңыздар, соңғы неге келіп тұрмыз, ракушкаға. Осы жерде міне накид іліп аламыз. Мына жерде бұны бағанағы бастаған бірінші немізден өткіземізді. Столбик с накидын тоқимыз. Тағы бір воздушный петля. V-образный қылып тоқып аламыз. Осы жерде міне бір воздушный петля істейсіздер да. Уже мына V-образныйға ракушка тоқып бастаймыз. Бір қабырғасына. 1 2 3 4 5. Бір воздушный петля іліп аламыз. Жұмысымызды кішкене бұрамыз былайынан. Екінші қабырғасын аламыз V-образныйдың. Мына крючогымызға накид іліп алдық. Мына жерден кіргіздік. Міне біреу. Мына кіргізесіздер, іліп аласыздар. 2 3 4 5. Міне ракушканы арға қарай бұрып, өзімізге қаратпаймыз былайынан. Мына жердегі бір столбигіміз бар еді, ол бағанағы. Соған міне кигіземіз де бір соединительный петля істедік. Болмаса былай воздушный петля алсаңыздар да болады. Воздушный петля. Столбик без накида тоқтық. Екінші ракушкамызда ракушкалар бері қарай қаратып аламыз. Мына V-образныйдың бірінші столбигінен 5
столбикасына кетіп тоқимыз. 1 2 3 4 5 бір воздушный петля мына. Екінші вобрадайдың екінші столбикасына кетінен тағы да 5 столбикасына кетіп тоқып шығамыз. 2 3 4 5 бұрамыз былай. Бір столбикасына кеттен өткізіп аламыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мына бітірдік. 1 2 3 4 5 6 7 8 болды. Енді тағы да 4 воздушный петля тереміз. 1 2 3 4. Мына екі ракушканың ортасынан өткізіп бір воздушный петля, тағы да накид, мына ракушканың ортасынан өткізіп бір столбик тоқып шығамыз. Дәл осылай барлығын тоқып шығыңыздар. Бір воздушный петля ракушканың ортасынан біз неге мыналардың ортасынан мынандай қылып тоқып жатырмыз, өйткені мына окошкаларымыз қимылдап неғып кетпеу үшін, осылай әдемі болып тұру үшін тоқимыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мына қараңыздар. Соңғы ракушканың вобрадный істедік. Енді бір воздушный петля, бір накид. Ракушканың ортасынан осылай істейсіздер. Бір воздушный петля. Дәл осылай барын тоқып шығасыздар. 1 2 3 4 5 бір воздушный петля, мына просто мынандайынан екі үш төрт бес бұрамыз жұмысымызда. Мына жерде былай тоқып жүресіздер. Дәл осылай мына барлығын тоқып шығыңыздар. Мына қараңыздар, 4 қатар тоқып шықтым. Мына біріншісінде 7, екіншісінде 8, 7, 8 мындай ракушки болды. Мына бер жағынан қараған кезде, мына арт жағынан қарағанда барлығы осындай ровно болып шығады. Бұл узормен кез келген дүниені істеуге болады. Орамалдар, шәл тоқуға болады. Неше түрлі бұл узорды көп нәрселерге пайдалануға болады. Менімен бірге осы узорды көріп шыққандарыңызға рахмет. Соңына дейін қолдағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Қолдауларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.